Бұл сынақ ол жердегі қазақ ұйғыр қырғыздың басына келген сынақ. Бұл сынақ және тұтас Орта Азиядағы қазаққа, өзбекке, қырғызға, қарақалпаққа, татарға, түркпенге бәріне келген сынақ. Бұл сынақта сен үнсіз қалсаң, сен зұлымдармен біргесің. Сен жауыздармен біргесің. Зұлымдықты көре тұрып үнсіз қалғаның үшін Аллахтың лағнетіне қаласың. Ал зұлымдыққа шамаң жеткенше қарсы тұрасың, Аллахтың мейіріміне ие боласың. Аман болайық, сау болайық. Естуші таратуға міндетті. Бұл сөзімді естігендер кесіп, пішіп, қиып, өңдеп, монтаждап тарат, аудиоға айналдырып тарат, тиктокқа тарат, инстаграмға тарат. Бүкіл салуға болатын фейсбук, твиттер, ютуб бәріне сал. Жеткіз, естімеген адам қалмасын. Орта Азиядағы Қытай экспансиясына қарсы тұру керекпіз. Қытайдың компанияларына қарсы тұру керекпіз. Қытайдың осы бүкіл Орта Азияны жаулап алуына қарсы тұру керекпіз. Бүгін Қытайдағы қазақты, ұйғырды, қырғызды қынадай қырған Қытай ертең сенің тұқымыңды тұздай құртады. Осыны ұмытпа. Қытайға қарсы күрестің екінші толқынын бастайық. Аман сау болайық, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бұл медианы, бұл ақпаратты тіпті біз түгілі шетелдегі демократ Қытайлардың өзі зарлап медиаларына салып жатыр. Іле Қазақ автономиялы облысында міне 40-шы күн карантин. Сол Іледегі Қытайының өзі шырылдап салып жатыр. Себебі ол Қытай деген әбден құл болып кеткен халық. Олар әдетте әбден жанына батпаса, сүйегіне жетпесе көтерілмейтін халық. Олар неге шырылдап жатыр? Себебі ана зұлымдықты ана үйінде жатып мәйіті сасып кеткен көрші қазақ, көрші ұйғыр, көрші қырғыз үйінде жатып өліп мәйіті сасып кеткенде олар көріп отыр. Олардың да шарасы жоқ, есіктері кәдімгі қамалған, дәнекерленген, сваркіленген, оларды аттап баса алмай отыр. Мына Қытай компартиясынан қазақты, ұйғырды, қырғызды мақсатты түрде қынадай қырып жатқанын көріп, Қытайдың өзі шыдамай қалып жатыр. Міне әлемдік халықаралық медиада дабыл қағып жатыр. Енді айналайын қазақ, ұйғыр, өзбек, қырғыз. Енді сен неменеңнен қорқасың айналайындар-ау. Бір ереуіл жасаңдаршы, айналайындар, бір ереуіл жасаңдаршы, бір ереуіл. Бір Қытайдың елшілігінің алдында, Ташкенттегі елшіліктің алдында, Бішкектегі елшіліктің алдында, Алматы, Астанада консулдықтардың елшіліктерінің алдында бір ереуіл жасаңдаршы, дүниеге дабыл қағыңдаршы. Бітті, болды, бітті. Содан кейін ары қарай халықараның назарын аударасыңдар, жергілікті медиаға дабыл қағасыңдар. Сосын бауырыңды құтқарып қаласың ғой, сұраушысы бар екен дейді. Жаманға келсе 15 күн қамаласыңдар, 15 күн қамалғандан өлмейсіңдер. Бірақ ана жерде миллиондаған бауырларыңды аман сақтайсыңдар ғой. 15 күн қамаларсыңдар ма? 15 күн қамалғаныңмен ана жерде миллиондаған адамды тірі сақтап қаласыңдар. Мынау жер әлемнен құпия ұстап, жер әлемнің көзін бақырайтып қойып, дәл мына заманда геноцид жасап жатыр. Ал сен соны естіп ойбу обал бопты, Құдайдан жәрдем болсын деп бетіңді сипасақ, ертең тозақтың төрінде өртенесің. Тозақтың төрінде өртенесің. Ол дұғамен құтқара алмайсың, қарекетпен құтқарасың. Аллахтың ілімінде айтады, зұлымдық болып жатқанда бірінші қарекетіңмен қарсы тұр дейді. Зұлымдық болып жатқанда қарекетіңмен қарсы тұра алмасаң, тіліңмен қарсы тұр дейді. Ал тіліңмен де қарсы тұра алмасаң, жүрегіңмен оны жек көр. Және Құдайдан жәрдем тіле, бірақ ол иманның ең әлсіздігі. Міне, дұға жасау ең әлсіздік. 3-ші категория. 1-ші категория қарекетіңмен қарсы тұр. Сондықтан айналайындар. Мынау зұлым қырғыздың полицейі, зұлым қазақтың диктаторлары, мынау зұлым өзбектің полицейлер қамаса қамасын. 15 күн қамалып шығыңдаршы, еркек тоқты құрбандық. 15 күн қамалып шығыңдаршы. Наразылық білдіріңдерші, танытыңдаршы, жазыңдаршы, көтеріңдерші, видео үндеу тастаңдаршы. Ақпарат медиа жазыңдаршы, тілі байланып қалғыр. Тілі байланып қалғыр ақындар, жазушылар, журналистер, қаламкөштер. Тілдерің байланып қалсын, егер осыны көтермесіңдер, жазбасаңдар. Ақын жазушы келеген зиялысың ба? Осы тақырыпты көтеріп, мына Қытайда қынадай қырылып жатқан, мына ауыл-ауылмен қырылып жатқан, мына сұқты көтермесеңдер, Аллахтың сендерге лағнетімен қарғысы болсын. Бауырымыз қиналып жатыр, бауырымыз шырылдап жатыр, бізге ақпарат деген жетіп жатыр. Бізге жеткен ақпаратта қисап жоқ. Ауыл-ауылмен қырып жатыр екен, ауыл-ауылдармен үні қалмай, тілі шықпай қырылып жатыр екен. Енді осындайда үндемесеңдер, енді осындайда көтермесеңдер сұмдық. Мынау Ши Цзиньпин деген сұмырай, мынау Қытай коммунистері оны тып-типыл сол ауруға сүйеп, ауруды сылтауратып, ауруды сылтау қылып, қырып тастап, содан кейін міне
бәлем миллион Қытай өтті, соның қатарында 10 миллион ұйғыр қырылды, 3 миллион қазақ қырылып қалды, жарты миллион қырғыз қырылып қалды, обал болды деп отчет беріп отырған отыр. Енді осыны сен көтермесең, сен араша болмасаң, сен осыған қарсы наразылық танытып ақпараттық дабыл қақпасаң, өз жердегі қазақты, қырғызды, ұйғырды құтқаратын бенде жоқ. Америка, Еуропа құтқармайды, естеріңізде болсын. Америка мен Еуропаға бұның барлығы тек саяси ойын. Оларға өз мүддесіне керек кезде керекті тақырыпты көтереді. Өз мүддесіне керек кезде керек тақырыпты көтереді. Сол саясаткерлер, сол саяси партия, сол саяси элита осы тақырыпты көтергенде өзіне пайдалы болса, ол көтереді. Өзіне зиянды болса көтермейді. Күрттерді Америка мен Еуропа қолдағалы 100 жыл болды. Бірақ күрттерге ешқашан тәуелсіздік алып берген жоқ. Күрттерді өткенде Норвегия мен Швеция күрттердің тақырыбын ең қатты көтерген. НАТОға кіретін кезде Түркия кедергілік жасады. Себебі НАТОның заңы бойынша барлық мүше қол қойғанда ғана жаңа мүше кіреді. Ал Норвегия мен Швеция орыстан қорыққан соншалық НАТОға кіргенде ғана жан аман қалатынын білді. Сонымен Түркия кедергі жасады. Түріктің алдына келіп жалынды. Түрік айтты: петқоллашыларды қолдамайсың, бүкіл петқоллашыны Түркияға қайтарасың, күрттерді қолдамайсың, бүкіл күрттің саясаткерлерін қайтарасың деді. Норвегия мен Швеция ойланбастан қол қойып келісті. Яғни күрт тақырыбы Еуропаға да, НАТОға да, Норвегия, Швецияға да тек саяси құрал. Саяси құрал. Саяси құрал оған керек па? Керек. Ал өзінің ұлттық мемлекеттік мүддесі болғанда, жаңа саясаткерлердің жеке бастық амбициясы үшін керек болғанда, ол кез келген тақырыпты сата салады. Ұйғыр тақырыбы да сол, Шыңжаңдағы қазақ тақырыбы да сол, кез келген адамдық тақырыбы да сол. Сондықтан бұл жерде әлемде құтқарушы Құдай жоқ, көктен Иса пайғамбар түспейді, жерден мәді шықпайды. Ақыр заман болмайынша өзімізді өзіміз құтқарамыз. Еуропа мен Американың пайдаланатын тұсынан пайдаланамыз. Адамдық құқық деген тақырыпты көтереміз. Өзіміздің Қытаймен болған экономикалық қатынасымыз бар, газ, мұнайымыз бар, басқа да тақырыптарымыз бар. Енді соның бәрін сылтауғыла отырып, Қытайдың кеңірдегінен қысып наразылық танытсақ, бүкіл халық болып көтерілсек, Қытай аяғын тартады. Сонда ғана Қытайдағы 3-5 миллион қазағымызды аман сақтап қаламыз. Ойлан, қалың ұйғырлар, Қазақстандағы, Қырғызстандағы, Өзбекстандағы ұйғырлар. Ойлан, бүкіл өзбек, ойлан, бүкіл қырғыз, ойлан, бүкіл қазақ, ойлан, бүкіл адамзат баласы. Мынау зұлым, құдайсыз, коммунистік, фундаменталистік, радикалдық, фашистік мынау Қытайдың жүйесінен қазағымызды, бауырларымызды, қырғызды, ұйғырды аман сақтап қалайық. Осы сөзімді тоқтаусыз таратыңыздар. Тоқтаусыз таратыңыздар. Міне 1234 қазақ көріп отыр екенсіздер. Осы сөзімді таратпаушыларға Аллахтың лағнеті болсын. Осы сөзімді жеткізбесе айналасына, жора жолдасына, туысына кім жеткізбесе, Аллахтың қарғысы мен лағнеті болсын. Осы Қытайдағы зұлымдық туралы дабыл қақпағандарға Аллахтың лағнеті мен қарғысы болсын. Ал кім осы тақырыпты көтерсе, Алла оның екі әлемін нұрлы жарық қылсын. Кім осы қорлық көріп жатқан бауырларымыздың тақырыбын көтерсе, Алла оның бұрынғы және кейінгі күнәсін кешіріп, бұл дүниеде және ол дүниеде мәртебесін үстем, жүзін жарық, еңсесін биік қылсын. Кім осы тақырыпты жабуға тырысса, осы тақырыптың үнін өшіруге тырысса, кім Қытайға жақтас болса, Алла оны бұл дүниеде қор қылсын, және мәңгілік ол дүниеде қор қылсын. Аман сау болыңыздар, таратыңыздар. Ашынғаннан ащы даусым шықты. Шарасыздан шығып отыр. Жаздық көтеріп жатырмыз. Қытаймен біз 16 жылдан бері алысып келе жатырмыз. Қытайдағы 3-5 миллион қазағымызды біз осы халықаралық дабыл қағу жолыменен, ашық арыз көтеру жолыменен құтқарып қалдық. Қытайдың Шыңжаңдағы қоныс лагерін әлемге біз аштық. Қытайдың аждаһардың аузына семсерімізді серт ұстап, ертөстік құсап біз шықтық. Осы Қазақстандағы ата жұрт шықты. Қазақстандағы осы Қытайдағы туыстарын қорғаған 30 мың қазақ шықты. Солардың 30 мың видео арыз арқылы бүкіл дүние жүзіне Қытайдың қылмысын ашты. Қытай қорыққаннан сол қазақтарды босатуға мәжбүр болды. Біз міне дәлелдедік осыны дүние жүзіне. Енді оның тағы екінші ретке күрес міне басталды. Осы екінші күреске атсалысыңыздар. Және айналайын, қалың Қытаймен байланысы бар қазақтар, WeChat, TikTok арқылы сөйлесетін қазақтар.
нағыз атажұрт еріктілерінің телефондарына хабарласыңыздар. Барлық ақпараттарды жеткізіңіздер, бізге жеткізіңіздер. Осы YouTube'тың астында атажұрт мүшелерінің барлығының телефоны тұр. Сол телефондарға хабарласып, Қытайда болып жатқан жағдайды айтыңыздар. Мына аштықтан, аурудан қырылып жатқан қазақтар туралы ақпаратты жеткізіңіздер. Құтқарудың жалғыз жолы отырып алып еңіреу емес. Құтқарудың жалғыз жолы көрші қатынға, абысыныңа барып ойбайлап жылау емес. Құтқарудың жалғыз жолы ақпаратты бізге жеткізесіз. Біз халықаралық дабыл қағамыз. Осы арқылы ғана құтқарамыз. Аман сау болайық. Жағаласпай жан қалмайды. Бұл сынақ, ол жердегі қазақ, ұйғыр, қырғыздың басына келген сынақ. Бұл сынақ және тұтас Орта Азиядағы қазаққа, өзбекке, қырғызға, қарақалпаққа, татарға, түрікпенге бәріне келген сынақ. Бұл сынақта сен үнсіз қалсаң, сен зұлымдармен біргесің. Сен жауыздармен біргесің. Зұлымдықты көре тұрып үнсіз қалғаның үшін Аллахтың лағнетіне қаласың. Ал зұлымдыққа шамаң жеткенше қарсы тұрасың, Аллахтың мейіріміне ие боласың. Аман болайық, сау болайық. Естуші таратуға міндетті. Бұл сөзімді естігендер кесіп, пішіп, қиып, өңдеп, монтаждап тарат, аудиоға айналдырып тарат, TikTokқа тарат, Instagramға тарат. Бүкіл салуға болатын Facebook, Twitter, YouTube бәріне сал. Жеткіз, естімеген адам қалмасын. Орта Азиядағы Қытай экспансиясына қарсы тұру керекпіз. Қытайдың компанияларына қарсы тұру керекпіз. Қытайдың осы бүкіл Орта Азияны жаулап алуына қарсы тұру керекпіз. Бүгін Қытайдағы қазақты, ұйғырды, қырғызды қынадай қырған Қытай ертең сенің тұқымыңды тұздай құртады. Осыны ұмытпа. Қытайға қарсы күрестің екінші толқынын бастайық. Аман сау болайық, құрметпен Серікжан Біләшұлы.